Осы біреудің үйіне кіргеннен есікке, залға, ас бөлмеге, дәретханаға кірерде оқылатын дұғаларды жазып іліп қояды. Сол дұрыс па? Жаттап алғанға жақсы. Мен Қытайдан келген қазақпын. Жақсы. Көптеген салты әрпі алып қалған. Салт дәстүр дәл сіз айтқандай жалғасып келеді. Соған мен мақтанышпен отырмын, аға. Тамаша. Енді ол салт дәстүрлерді ұстаймыз ғой. Біздің дініміз салт дәстүрді ұстауға шақырады. Бірақ жаңада айтып кеттім, кейбір салт дәстүрлердің озығы бар, тозығы бар, немесе кейін салт дәстүрде қосылып кеткен дүниелер бар. Қазіргі заманға сыймайтыны бар. Солардың барлығын саралап отырып, кәдімгі ақылға салып, әр шаңырақта соның дұрыс емес екенін талдап отырып, жасап-жасамауын шешуіміз керек баршамыз. Баламның соңын мешітке сізге кестірейін деп едім, бола ма? Болады, мешітке алып келіңіз. Көке қатты ішіп кеттім, не істесем болады? Намаз жеңеді сені. Намазбен шолсаң қоясың. Алла разы болсын, дұғадамыз. Аға, 4 баласы бар әйел алса болады ма дейді. 4 баласы бар әйелді алсам болады ма дейсің ба? Болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыздың Хадишаға үйленген кезде, Хадиша анамызға, Хадиша 2 күйеуге шығып, 2 күйеуден 4 баласы бар болған. 4 баласымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 25 жастағы жігіт өзінен 15 жастағы Хадишаға үйленген. Бірақ сен пайғамбар емессің, сенің алатының қатының Хадиша емес. Сондықтан сұраған үшін саған болмайды. Күйеуі дәлелсіз көзіме шөп салдың деп айыптап күніне жанжал шығара берсе, үйде ұрыс үзілмесе не істеу керек? Үлкендерді араласып қойдыру керек. Бұл жақсы нәрсе емес. Түбі өлімге апарып тіреледі. Жаңағы ауруды әшкере жасырсаң, ауруың әшкере болады деп, өлімің әшкере болады деп, бұл орысша айтқан невыносимо дейді, шыдайтын дүние емес. Бұның басын шешу керек. Кейбір еркектер сондай болады, қатындарда да сондай болады, әйелдерде мыжи береді күйеуіне, қайда кешіктің, не жинап, көкіріп қалған, не жинап, помада, набиш шыға береді, анда болдың, мында жындығы жібереді. Бұл еркегі болсын, әйелі болсын. Сондықтан бұндайда не бар қылу керек, не жоқ қылу, басын бар қылып, дұрыстап шешу керек. Адамның өмірі бір-ақ рет беріледі, ол жанын жей беретін дүние емес. Жолдасым қайтқалы 4 ай болып қалады, түсіме кірмейді. Бірақ ақ мазар кіреді, ненің белгісі? Енді дүниеден 4 ай 10 күнге дейін сіздің неде боласыз? Айдет уақытысында боласыз. Қазақ салтыменен 1 жыл, сондықтан түсіңізге кіреді, сабыр етіңіз. Енем барлық нәрсеге мені кінәлайды, яғни мен келінімін. Балдары бар, бір-бірімен сөзге келіп қалса, маған сен жамандайсың, шағыстырасың дейді. Бірақ мен жамандамаймын. Не болса да бәріне мені кінәлайды енем дейді. Қазақта сөз бар, бота, үндемеген үйдей бәледен құтылады дейді. Үндемеген үйдей бәледен құтылады. Осы ұраның болсын, кейде ерегіспей қою керек, алжып қалады адам, сөйлей береді. Сондықтан тұрып енеңмен разборка жасағаның жақсы емес. Егер істейтін болсаң, келешекте бала шағаң сенімен разборка жасайтын болады. Неге қайтыс болған құда балам кіре береді? Қайтыс болғанына 15 жыл болды. Басында бәрін бір-бірімізді ұнатқанбыз, ата-анамыз қарсы болған дейді. Қазір күйеуің бар ма? Жоқ болса тезірек байға шық. Әр намаздан кейін дұға тілей берсек бола ма? Күшті болады. Өзі Құранда өзі аят тұр, әмән үстәғину бис сабри ва сала, намазбен сұраңдар, дұға қылыңдар деп тұр Құдай тағала. Сондықтан соны жасау керек. Бір сұрағым бар. 5 күн бұрын құрбымның әпкесі өмірден өтті. Өкінішке орай ішімдік ішіп бірден құлап, миына қан құйылып кетті. Операция жасап, сонда да болмады. Енді ол арғы жағын Құдай жарылқасын. Сен өмірің сондай өмірді қайталама. Көрдің ба? Сен енді ол мен арақ ішіп өлмеймін деген сөз емес. Өлетінің хақ қой. Сондай мидың қан тамыры жайылып өліп қалу оп-оңай екен. Ол жас па, кәрі ма, жұмысың бар ма, жоқ па, кредитің бар ма, жоқ, оған қарамайды. Сондықтан мен кетіп қалсам не болады? Құдай, қанша адамға қарызым бар, қанша адамды ренжіттім, қанша адам артынан жаман сөз айттым. Қой, өзгерейін деп, өзгеру керек. Мағынасы сол, сонда пайдалы болады. Оны уайымдамай-ақ қой. Құдай оны өз жарылқасын. Құранның қайсы аудармасын алып оқысам болады? Ершат Оңғаровтың аударған Құраны бар, соны алып оқысаңыз өте жақсы аударылған. Көріңіз.
Бүгін таң намазға ұйықтап қалыппын. Енді қарызды сағат нешеде оқысам болады? Қазір оқып алыңыз. Сүннетімен қоса оқисыз. Сіз мешіттесіз бе дейді. Иә, мешіттемін. Өзиде қыз деді. Сонда да Алладан ол сұрап дұға айта беруге болады ма? Тахаджудке тұрып Алладан сұрай берсем бола ма? Дұрыс па дейді. Сұраңыз. Аллахның рахымы шексіз. Аллахның рахымы шексіз. Өзі шатасады. Өзі қанша қыз деп берсе, ұл туып, ұл деп берсе, қыз туған куәсіміз. Ол 100-100 ешкім айтамайды. Алла шешеді, біріншіден. Екіншіден, иманыңыз қуатты болсын. Намазды Алла үшін оқыңыз. Ұл туу үшін емес. Ертең күні ұл тумай қалсаңыз, мысалы, қыз болып қалса, болды оқымай. Не болды? Қыз бәрі оқығаны не пайда? Бәрі қыз туа берем деген болып қалмасын. Сіз Алла үшін оқи беріңіз. Дұғаңызды айта беріңіз. Қайдан білесіз? Мүмкін сол дүниеге келтіретін мейлі қызыңыз ұлдан артық болуы ықтимал. Қаншама ата-ана қыздан жақсылық көріп отыр. Балама Ясин деген есім қойсам бола ма? Болады, жақсы болады, бірақ өзіміздің түсінікті, мәнді, мағыналы қазақияттарды қойсаңыз да жақсы болады. Сіздің өзіңіз Ясиннен хабарыңыз бар ма? Балаңызды Ясин деп қоясыз, жақсы. Ясин сүрені сен білесің бе өзі? Білмейсің. Не қыласың оны қойып? Өзіңіз ойлашы, мысалы, Ясин сүресін сен білмейсің. Әріптің не мағынасын білесің де білмейсің. Не қыласың оны қойып? Не намаз жоқ, не жүрегіңде иманның қаншалық дәреже екенін өзің білмейсің. Балаң Ясин, аттары Абдул Фаттах, Абдул Бари, Абдул Қаххар, Абдул Ахад, Абдул Ғазиз, охо, бәрі әбді. Біреу қалған жоқ. Үйіңде дін жоқ. Өзіңде бойыңда не дін жоқ, яки болмаса істегені харам. Не пайда одан? Аттар пайда береді деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Жоқ. Атпен емес, затпен өмір сүріңіз. Қазақи атпен, сіз аталарың аты Бөгенбай болған, бірақ оның істеген ісі бүкіл атынан, затынан асып кеткен. Қабанбай болған, Қабанбай, онан да істеген. Ертөстік ақ болған, бірақ тарихта аты да, заты да қалып, Алласын да танып кеткен адамдар болған. Абай болған, аты Ибрахим болған, бірақ артынан қалдыратын ізі қалған. Неге таң намаздан ұйықтап қала беремін? Не істеу керек? Бұрын олай болмайтын. Бір ыдысқа тұзды су құйып, содан кейін тәтті су құйсаң, араласып кетсе не болады? Таба алмайсың, иә? Тура сол сияқты адамның жүрегі бұл құты, ыдыс. Сол ыдысқа күнә кіргеннен кейін сауап ол жерде көрінбей қалады. Яғни, демек, адам таң намазына тұра алмай жатса, адамның амалдарын бітіп ревизия жасау керек деген сөз. Бітеп істеріңді жаса, қайсы іс күнә екенін мен сізді жақсы білесің өзің. Бітеп Құдай көрсетіп қойды, мынауың күнә деп өзің білесің. Соны тастасаң, таң намазына тұратын боласың. Ассалаумағалейкум, зекет берейін деп едім. Әйелімнің 700 000 теңге қарызы бар. Зекет беруіме бола ма дейді. Қарыздан құтылыңыздар. Жаназадан кейін қонаға баруға бола ма дейді. Қонаққа болады, бірақ елдің бәрін айта берме. Сен үйге келдім, ана өліпті, соны өліктен келдім десең, сәл жүрегі ауырып қалады. Біздің қазақ солай. Сондықтан айтпай ақ қой. Ассалаумағалейкум аға, эфиріңізге бірінші рет кіріп тұрмын. Жақсы, сұрағым. Мен темекі шегем. Арасында ұрттап қоятыным да бар. Намаз оқығым келеді. Осының бәрін тастайын ба? Жоқ, намазды бастайын ба? Намазды бастай бер, барып тастайсың. 16 жыл бірге тұрамын. Жолдасым көзіме шөп салып жүр екен. Ой. Мәншүжан. Болды енді. Енді шөбін зеттеп, сен өзі следователь болып прокуратураны шақырып, адвокаттар шақырып, енді 16 жыл тұрдың, көзіме шөп салдың дейді. Оны қатты жақсы көрем, жүрегім қатты ауырады дейді. Ештеңе етпейді. Алла шайтан азғырды, болары болды, бояусыңды. Болды ма, болмады ма, оны қой. Басында ауырып бары қарай өміріңді жалғастыра бер жаным. Құрбан айта тоқты сойсақ бола ма? Тоқтының болады, егер бойы шешесімен үлкен қой сияқты болатын қойлар болады, парадалы. Арашан деп қоя ма? Сондай қойылса бола береді. Айналайын. Мәншік тағы да айтам. Ешкімді тыңдама. Семьяңды бұзып алма. Ол ақымақ болса, сен ақымақ болма. Еркек ақымақтың біреу ақымақ. Қатын ақымақтың семьясын бәрі ақымақ.
Сондықтан айналайын, сен ақылды бол. Ол иттік қылса, сен иттік қылма. Итке теңіліп, тоныңды бетке салма. Жанұяңды шайқама. Әлбетте, басы шешілу керек, айтылу керек, бірақ нервыңды жеме. Егер сол жерде инсульт алып, қатты переживать етіп, жылап, талып, құлап, семьяңды бұзып, яки денсаулығыңды бұзып алсаң, ол ары қарай барған үстіне бара береді, семьяң бұзылады. Сондықтан кейде үндемеген үйде бәледен жеңгеніңе жақсы болады. Оны аңдып, сөйтіп, не аласың, шайтан барлық жерде бар, семьяңды бұзып алма алтыным, тыңдама ешкімді. Мен тыңда, жаман болмайсың. Тахаджуд намаздың уақыты келгенде оқи берсе бола ма, әлде міндетті түрде бір ұйықтап тұру керек пе? Жоқ, болады, ұйықтай берсең болады. 10 жаста жазғы демалыста медресеге оқытуға бола ма, қайда барсақ болады? Үйдің қасына мешітке барасыз. Тек қана таң намаздан бассам бола ма? Болады. Анам о дүниелік болғаны 1 жыл болды, иманды болсын. Қыздары құрбандық шалсақ бола ма? Ұлы шет береді. Қабыл болсын. Сізді қыздар құрбандықты шалма, қызды күйеулеріңіз шалады. Егер өздерің күйеуге шықпай, яки күйеулерің қайтыс болып, бизнесмен әйел болсаңдар, қыздар, онда әрқайсың шаңырақтарыңда жеке-жеке құрбандық шаласыңдар. Құрбан малдың бағасы былтырғы қарағанда қатты қымбаттады ма дейді. Құрбандықты алдын ала сойса бола ма? Жоқ, болмайды. Ертең жұма күні таңғы эфирлерде құрбандық туралы айтатын боламыз. Осы туралы жақсылап көріп шығыңыздар. Қазақ радиосынан жұмадан жұмаға дейінгі авторлық бағдарламам бар, соны көріңіздер. Жібек жолы радиосында киелі кеңістік бағдарламасы бар. Бұйырса 12 сағаттық түнгі эфирге шығамын, оны да көріңіздер. Айттан мал сою міндет пе дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи кімде кімнің шамасы жетіп тұрып, құрбандық шалмаса мешіттерімізге жоламасын деген. Мен уақытылы намаз оқып жүрмін дейді, қабыл болсын. Намаз оқығанда ғана намазын киіп оқимын. Басқа уақытта тек орамалды ғана тағып жүремін, олай бола ма? Намазың қабыл болсын, қабыл болады. Барып, иншалла келесің. Намазың тастама.